Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өте оңай эклер дайындаймыз. Құрамы тек қана су, май, ұннан ғана тұратын. Өте оңай әрі тез дайындалады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер, және де сіздер де жасап көріңіздер. Табаны қалыңдау ыдысымызды газға қойып, суымызды құямыз, және де сары майымызды қосып, суда ерігенше араластырып дайындап аламыз. Суда сары майымыз ерігеннен соң ұнымызды қосып, бір араластырып аламыз. Судың бұрқылдап қайнағанын күту қажеті жоқ. Сары майымыз ерісе болды, ұнды қосып, бір араластырып алғаннан соң оттан шешіп аламыз. Оттан түсіріп алғаннан кейін қамырымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз да, жұмыртқаларымызды біртіндеп қосу арқылы араластырамыз. Массамыз кішкене араластырған кезде бөлшектеніп кетуі мүмкін. Ол кезде қорықпаймыз, араластыруды жалғастыра береміз. Барлық жұмыртқамызды бөлек-бөлек салып араластырып отырамыз. Видеода көрсетілгендей процесті барлық жұмыртқамыз қосылғанша қайталап отырамыз. Соңында барлығы біркелкі қою масса болып шығады. Мінеки массамыз дайын болды. Енді массамызды кондитерлік мешокқа салып, басына менде 1М деген насадканы пайдаландым. Қамырымызды мешокқа салып болғаннан соң басын қайшымен кесіп тастап, противеніміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, сол жерге эклерімізді дайындаймыз. Эклерімізді противенге салып болғаннан соң бетіне міндетті түрде сахарный пудра сеуіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста беті қызарып піскенше пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгенде қызарып піседі. Түбінен немесе жанынан ішіне кез келген кремімізді салсақ болады. Менде заварной крем салдым эклерімізге. Заварной кремнің рецепті менің каналымда бар. Менің каналыма өтіп, рецептін көріп, сіздер де жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Қалауыңыз бойынша эклердің бетіне шоколадты ертіп жағуға болады. Немесе тек қана сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де видеоға лайк басып қойыңыздар.